Сәлем достар, менің есімім Салтанат. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге оңай әрі жылдам дайындалатын капустадан салат дайындайтын боламыз. Бізге керегі капуста. Қазір көктем мезгілінде барлық көкөністердің барлығы шығып жатыр. Қияр, помидор. Енді бастайтын боламыз. Ал бізге керегі капустамызды өздеріңіз қалауларыңыз бойынша турап аласыздар. Мен дәл осылай турап алдым. Ал енді туралған капустамызды ыдысымызға салып, бір қасық тұзымызды салып, капустамызды мұжып аламыз. Капустаның үстіне бір сәбізімізді үкіштен өткізіп саламыз. Енді сәбіздің үстіне тағы да тұзымызды салып, капуста екеуін тағы да араластырып алатын боламыз. Ал енді редискамызды да турап алатын боламыз. Дәл видеодағыдай домалақтап етіп турап алдым мен. Салатта әдемі көрінеді. Редискамызды да ыдысымызға салып аламыз. Енді үстіне бір қиярымызды, бұны да домалақтау етіп турап аламыз. Салатымызға тағы да бір помидорымызды қалағандарыңызша турайсыздар. Майдалап турасаңыздар болады. Мен орташа көлемде етіп турап алдым. Қызанағымызды да салып алдық салатқа. Ал енді қызыл бұрыштарымызды да ұзындау етіп турап салатқа салатын боламыз. Жарты қызанақ, жарты қызыл бұрыш турадым мен. Қызыл бұрышымызды да салатымызға салып алдық. Енді мен укроппен
Birге видеонун соңуна дейин карагандарыңыз үчүн рахмет. Баршаңызга жакшы, сау болуңуздар.